Ол мысалы тамақ ішіп отырып, ол соның күллесін үйретіп кеткен. Исламда романтика деген нәрсенің көкесін көрсетіп кеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Адал жолмен да, андай дастарханда отырады, Айша анамыз бүйтіп отырады, тамақтан үзіп алады, Айша анамыздың аузына салады. Бізде салу бар ма? Біздің ауылдың еркектеріне болмайды ол істеуге. Ол деген сөз жоқ. Ол сол арқылы зарядталады ғой ол әйел. Көрме, оны таңертең осылай тастап кетсең, ол кешке былай күтіп алады сізді. Қалай таңертең тастап кетесің? Кешке солай күтіп алады, ол сенің проблемаң да. Сосын соған шариғат жағынан айтып, шариғат түсінбейсің сен, былай деген нәрселерді айтуыңыз мүмкінсіз. Сол қызғаныш деген мінезді Алла Тағала бойларына салып тастаған ғой. Кейде тіпті мынандай нәрсені істейтін. Бұл сүннет енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелімен екі арада болып жатқан сүннеті. Айша анамыз сусын ішеді. Сусын ішкен сусындысын алады пайғамбарымыз. Көзін Айша анамыздан алмайды. Алмайды да кесені әкеп, кесенің аузы тиген жерін бұрады. Сосын ішеді. Қандай заряд бересің оған? Сосын бұның бәрі шын ғой. Өтірік істеп жатқан жоқ қой.